Ерке Есмаханды біз білеміз ғой енді. Анасына деген құрметін білеміз. Ағасы Баукеңмен доспыз дегендей. Бірақ айтпағым, жалпы біз бір қыз балаларға келгенде қатыгез көзқарастарды қатты ұстанып кетеміз. Кез келген қыз бала еркелесе, қателессе, оған қызыға қарап отырамыз да, бір қыз бала бақытын тауып, бір жақсы жаққа қарай жүре бастаса, "Ей, сен неге жақсы жаққа қарай жүре бастайсың, сенің орның мына жер еді ғой" деп жан-жақтан табалай бастаймыз. Мысалы, мен үш нәрсені айтып өткім келеді осы Еркемен кешегі болып жатқан Райымның жағдайының өзіне. Біріншіден, кісінің өткенін сөз қылуға асықпау керек. Өйткені ғұламалардан қалған сөз бар да, сен біреудің күнәсін көргенмен тәубесін көрген жоқсың дейді. Біз адамның өткен өміріндегі ұнамайтын бір дүниелері болса, соны сөз қылуға, соны айтуға, табалауға дайын тұрамыз. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтқандай, сен біреуді табалама, бауырыңды. Табаласаң, сол нәрсе өз басыңнан өтпей, өмірден өтпейсің дейді. Өте ауыр нәрсе. Сондықтан жалпы біреудің өткенін қазбалаған жалпы жақсы нәрсе емес. Екінші нәрсе, қызық, біз бір адам туралы сөйлесек, не ол аппақ періште болу керек, немесе ол қап-қара бір зұлым күштің иесі болу керек сияқты. Не ақ, не қара. Ортасы жоқ. Кез келген адамның басында қателік бар. Мысалға біреудің сүрінгенін жығылып жатқан адамдар сөз қылады да кейде. Сондықтан кез келген адамның бойында бір жақсылық көрініс беретін болса, ол жамандығы жоқ деген адам емес, оның бойында бір қателіктер мен жамандықтар бар. Бірақ осы сәтте бір жарқ еткен жақсылығы көрініп тұр ма, біз ол нәрсеге жалпы тілектес болуымыз керек. Сосын үшінші нәрсе жас ерекшелік. Біз қазір сондай бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз, адамдар итпен некесін қиып жатыр. Қазір сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз, еркекпен еркек некесін қиып жатыр. Біз шүкір етіп, қанағат етіп, қуана білуіміз керек. Егер бір қыз бала, ол жасы өзінен 20 жас кіші бола ма, немесе өзінен 20 жас үлкен бола ма, еркекпен әйел үйленіп жатса, біз осыған қуана білуіміз керек. Өйткені сондай бір кезеңнің куәсіміз. Тарихта қаншама мысалдар бар. Енді пайғамбарымыз алейхиссаламның аузынан түспей өткен Хадижа анамыз да 15 жас үлкен болды. Бірақ одан кейін өзінен жас қаншама әйелдері болса да, ең ардақтап аузынан түспей өткен адам сол Хадижа анамыз еді. Ал біз мысалды бір Пугачеваны, Галкинді келтіргіміз келеді. Олардың өмірі ағнекесін қиып, мешіттен баталып отырған адамдармен салыстыруға келмейді. Пугачева өзімен кетсін, Галкин өзімен кетсін. Алла тағала Райым менен Еркеге Алла тағала өмірдің берекесін берсін. Шын мағынасында Мұхаммед алейхиссалам мен Хадижа анамыздың арасындағыдай ұлы махаббатты нәсіп етсін. Біз талқылауға келгенде сұмдықпыз, бірақ сол Ерке бойдақ жүрген кезде, жеке жүрген кезде кім соған бір жақсылық тілеп, бақыт тілеп дұға қылды? Ал бірақ бір өз бақытын тауып, өмірде өз жолын тауып, күнәдан қорқып, жалғыздықтан қорқып, отбасының бақытын көрем деген кезде бәріміз оның кемшілігін іздеп, обсуждать ете бастадық. Біз Ерке үшін қорқып жатқан жоқпыз. Көбінде біз өкінішке орай өзіміз үшін қорқып жатырмыз. Мүмкін менің ұлым да сондай бір жас үлкен қызды алып келер ме екен, немесе неге Ерке ерекше жағдайда бақытты болып кетеді, 40-тағы адамдар қылық шығарды деген сияқты кейбір кезде біз өз ойымыздан өзіміз қорқып жатырмыз. Біз Ерке мен Райымнан қорқып жатқан жоқпыз. Сондықтан жастарға бақыт тілейміз. Біздің қыздарымыз қандай жағдайда, қай уақытта да болса да бақытты болуға толық қақысы бар. Алланың нұры жаусын, некелері берекелі болсын.